Әлем достар, сендермен бірге мен Zombix каналы, және де бұл менің ең бірінші видео. Мен осы видеоның ең басында сұраймын, бір лайк болсын жинайықшы достар. Неме Майнкрафттың жаңа версиясы 1.5.04. Бірақ мен бұны бүгін ссылочкасын в описанияда қалдырамаймын, бірақ келесі видеода қалдыруым да мүмкін. Сонымен біз бастаймыз. Кешірім сұраймын достар. Сонымен достар, екеуі жаңадан ашылған заттар жоқ, тағы да көптеген заттар ашылды. Мен мод жазбадым бұған, бірақ екеуі баяғыдан бері бар. Панцирь черепахи, тризубец деп білетін шығарсыздар. Бұны былай аласыздар да көздеп лақтырасыздар. Жарайды. Және де панцирь черепахи. Так, бұны киік, міне қараңыздар. Дыхание под водой 10 секунд деген. Так, көрейік. Міне 10 секундқа шейін біз жүре аламыз судың астында дем алмай-ақ. Бірақ мен творческийдамын, олар көрінбейді. Және де бұл ойында немелер бар, черепахалар, бірақ қазір мен мұхиттың жанында емеспін, неменің жанында емеспін, сондықтан олар да көрінбейді. Жарайды достар, тағы да не ашылғанын көрсетейін сіздерге. Тағы да не ашылғаны, міне тыкваның жаңа түрі. Қараңыздар, тыква просто джека деп айтылмайды ол. Және де қараңыздар, бұл қалай шықты деп ойласаңыздар, мысалға алсақ, ағашты алып, мұнда балта болған. Міне, барлық әйтеуір бір балтаны ала саламыз. Сосын қараңыздар, бұл версияның осындай бір қызығы бар. Бұлай алып, бұлай істесеңіздер, міне. Ал енді, міне, айырмашылығы біраз бар, өйткені бұл екеуі жаңа екі түрлі ағаш. Сонымен достар, сосын сіздерге көрсеткім келгені неше түрлі балықтардың түрлері бар. Міне, қараңыздар. Спустить, жоқ, кешірім сұраймын. Бұл неме балық, көрмеппін мен. Так. Дельфин? Жоқ, древний страж білеміз. Жаман. Топленник. Бұл да қызық. Маның топленник. Бір жерде черепаха болған. Достар, черепаха. Попугай. Жоқ, кешірім сұраймын. Ведьма. Черепаха, лошадь, зомби. Морской черепаха міне. Бұл мод емес, достар. Бұл жаңадан шыққан версиялары. Қараңыздар, міне. Дельфин. Дельфиндер. Өте қызық екен. Лосось. Лосось. Жынды қызық балық екен. Жарайды, сосын фугу. Жоқ, фугуны білеміз. Қараңыздар, бұлар өс алады, білесіздер ғой. Міне, кешірім сұраймын достар, міне көрсетейін. Міне. Науым жұмыс істеп тұр. Көріңіздер ме? Бәрібір шыққан істейді. Треску дейді. Мынандай балық па? Так, бұндай да балық бар. Утопленник. Міне, морской зомби деп те айтуға болады бұны. Міне, көріңіздер ме? Және де морской черепаху. Неге кішкентай? Бұғанда лайк қоюға болады достар. Бірінші попыткадан кішкентайын шығару деген. Міне достар. Міне осыны айтуға болады. Өте қызық. Және де мына морской утопленник кейде немемен де шығады. Тризубецпен. Тағы да көптеген нәрселер бар. Мысалға алсақ, жұмыртқалардан тағы да кімнің жұмыртқасы шықты? Черепаханың жұмыртқасы шықты. Попугай. Точно. Және де мынандай неше түрлі балдырлардың түрі бар. Бұлар судың астында тұрады негізден. Міне. Қараңыздар. Және де сіздерге бір айтатын қараңыздар. Міне көрдіңіздер ме? Кеуіп кетті. Неге кеуіп кетті десеңіздер, бұның бір жері болсын суға тию керек. Немесе толықтай. Міне, енді өмірінде кетпейді. Әлде бұлай да болады.
Ай, кешірім сұраймын достар. Бұлай кеппеу керек секілді. Жоқ, кеу кетеді екен, кешірім сұраймын тағы да. Бұлай болады. Иә, осылай да кеппейді. Және де міне көптеген түрлері бар бұлардың. Балдырлардың да сосын немелер ашылды. Судың астында храмдар тұрады. Сосын достар, сіздерге тағыдан мынандай затты көрсетейін. Міне, мынандай заттар болады екен. Әлде бұрындан бері бар ма білмеймін достар, мен бірінші рет көрдім. Кетейін. Міне, мынау тартады. Қараңыздар. Ананы өлтіріп жатыр. Қараңыздар, міне. Бүйтсе өзіне тартып алады. Көптеген қызықты заттар шықты. Сонымен қатар сіздерге бір көрсеткім келген, әлде көріп алдыңыздар ма? Міне, балықтарды шелекпен де ұстауға болады. Міне, балықтарды шелекпен ұстауға болады. Бірақ мен әлі ұстап көрмедім. Тағы да жаңадан түк шықпағанда секілді. Білмеймін, көптеген заттар да шықты. Ойнап жүре берсеңіздер табатын да шығарсыздар. Так, достар. Иә, морской огурец. Қараңыздар, бұл морской огурец мынандай балдырлардың жандары да болады негізі. Нарадан морской алып жатқан. Негізінен біреу светиться етпейді. Екеу, үшеу, төртеу болса, екеуден асса, бұл қараңғыда жан алады. Көрдіңіздер ме? Міне жанғаны ақындап көрінеді, жарықтай бастады. Фу, қат қалды. Өлқаты неге өліп қалды екен, оны білмедім. Осылай неше түрлі заттар болды. Тағы да басынан басталды. Түн келді. Сонымен достар, мен сіздерге көптеген қызық заттарды көрсеттім деп ойлаймын. Сонымен осы видеоға небәрі бір лайк жинасақ, мен келесі видеоны шығара бастаймын. Сау болыңыздар.